Қайырлы күн достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көрнектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Көрнек дайындау үшін бізге ең алдымен сары май, сметана, разрыхлитель және тұз керек болады. Барлығын описанияда астына жазып кетемін. Ең алдыменен сары майымызды терка арқылы өткізіп аламыз. Теркадан өткізілген сары майдың үстіне сметананы қосамыз және жарты шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап қолмен, не болмаса осылай вилкаменен араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне 2 шай қасық толтырылған разрыхлитель және елеуіштен өткізілген ұнды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып, қолға жабысатын жағдай болып жатса, шетінен ұнды қосып отырып, илеп аламыз. Қамырымызға шетінен ұнды сала отырып, өте жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз тынып дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ең алдымен біздің картошканы осындай видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап, төртбұрыштап кесіп аламыз. Келесі тауықтың төс етін картопты турағандай етіп, ұсақтап, төртбұрыштап кесіп аламыз. Пиязымызды да ұсақтап, турап аламыз. Туралып болған заттардың үстіне дәміне қарай тұз, 1 шай қасық қара бұрыш және 2 ас қасық сұйық май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді тынған дайын болған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Бірнеше бөлікке бөлінген қамырларды осылай дөңгелете отырып, шетінен оқтаумен жайып аламыз. Қамырымызды тым жұқақ жайып жібермеуге тырысыңыздар. Жайылып дайын болған қамырларымыздың үстіне салмамызды толтырмай салып шығамыз. Және видеода көрсетілгендей етіп, өріп шығамыз. Және өрген кезде де қаттырақ қысып отырып шығамыз. Өйткені піскен кезде ашылып кетпеу үшін. Дайын болған көрнектердің бетіне жұмыртқаларды жағып шығамыз. Әдемілік үшін кунжуттарды сеуіп шығамыз. Қара кунжут сепсеңіздер, әдемі шығады. Болмаса мак себесеңіздер болады. Және 180-200 градуста ысып тұрған пешке 30-40 минутқа салып аламыз. Көрнектеріміз дайын және тестасы песочный болып дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Және дастарханға самсамен араластырып қоюға болады. Өте дәмді және дастарханның көркін ашады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.